Қазіргі уақытта бұл жерде үлкен қала бар, жай ғана үлкен қала емес, облыс орталығы бұл жерде. Негізгі оқиғаның басына келетін болсақ, ерте заманда ағайын арасында дау шығып, сол баяғы бітпейтін жер дауы, ағайындарына ренжіген інісі көз көрмейтін, құлағы естімейтін жерге кетем деп бір күнде көшіп кетіпті. Ол кезде бұл маңда ел болмаған екен дейді. Сол жерге қоныстанған соң, бұл жігіттің 13 жасар қызы қайтыс болады. Аты Тана екен. Сол қыз осы жерге қойылады. Қыз қайтқаннан соң тағы да бір қыз дүниеге келеді. Ата-анасы қуанып, Танайдың орнынан Танай басты деп, бұл қыздың да атын Танай деп атайды. 2-3 жылдан кейін бұл қыз да қайтыс болады, өкінішке орай. Апасының қасына жерленіп, содан соң Қостанай моласы деп аталып кетеді. Ақыр соңында бұл жерде елді мекен айналып, Қостанай еліне айналады. Қазіргі уақыттағы, яғни үлкен біздің Қостанай қаласы, облыс орталығы осылай аталған екен негізінде тарих бойынша. Тағы да қандай жер сұрақтарын білесіздер, жазып отырыңыздар. Пікір қалдырып, лайк басып тіркеліңіздер каналға. Рахмет көп.